көмектесіп жатыр. Анасына көмектескен ол жақсы әдет пе, әлде зиян әдет пе? Жақсы әдет. Қандай қандай әрекет көріп тұрсың? Тырнағын жеп жатыр. Жеп жатыр ма, тістелеп жатыр? Ол жақсы әдет пе, қандай әдет? Жаман. Жаман әдет. Қысы не істеп жатыр ол? Тісін Тісін жуып жеп жатыр. жатыр, иә? Не істеп жатыр олар? Қол көтеріп жауап беру, иә? Үнемі сабақтың үстінде. Ал сен ше, ол жақсы әдет пе, жаман зиянды әдет пе? Жақсы әдет. Жемісті көп жеген. Жақсы әдет пе ол? Иә. Тек Менікі тағы келіп қол жуу ол жақсы әдет пе, жаман әдет пе? жақсы әдет. Жаман. Жаман әдет не істеу ол? Компьютерді ойнап жатыр. Ойынға, компьютерлік ойындарға тәуелді болу ол қандай әдет екен? Жаман әдет екен. Өтіп жатыр. Жолда жүру ережесін сақтау қандай әдетке жатады? Жақсы. Жаман. Не істеп жатыр ол? Қандай әдет? Біріне киім көрсетіп жатыр. Ол жақсы әдет па? Жаман әдет. Жаман әдет. Ağzına küçük asal ziyan edin. Al, beti kolunu sürmaydı. Tamaşa üstü olmaydı. Kolunu tutulatuğa olmaydı. Tırnağın İstevge olmaydı. Faydalı adet. Kol müddet baktadan faydalı adet. Mamasına komitet patista жуап, жақсы adet. тістелей беруге? Қане болмайды, қызыл дөңгелекшелер. Қолды жумай. Ас ішуге? Қане болмайды? Мұрнын саусақпен шұқи беруге? Болмайды. Таңертең тұрғанда таңғы жаттығуды әдетке айналдыруға? Болады. Имран, сен неге қызыл? Болады ғой. Ұйықтаған төсегімізді жинап жүруге? Болады. Әдетке айналдырасыңдар ма? Ұялы телефонды күнде пайдаланып, ойын ойнауға тәуелді болып қалуға? Болмайды екен, иә? Болмайды екен. Жарайсыңдар. Әдеттер нешеге бөлінеді? Қандай деп ойлайсың? Пайдалы әдеттер, иә?